Шешен Республикасы. Ресей Федерациясының субъектісі. Құрамындағы республика. Шешен тіліндегі республиканың атауы Нохчи Республикасы, немесе Нохчи. Шешен Республикасы Ресейдің оңтүстігінде, солтүстік Кавказдың шығыс бөлігінде орналасқан. Алып жатқан жер аумағы 16165 км шаршы шамасында. Ресей Федерациясының келесі субъектілермен шектеседі. Батысында Ингушетиямен, солтүстік батысында Солтүстік Осетиямен, және Ставрополь өлкесімен. Солтүстік шығысында және оңтүстік шығысында Дағыстанмен. Оңтүстік батыста және оңтүстікте Шешен Республикасы тәуелсіз мемлекет Грузиямен шектеседі. Солтүстік Кавказ федералды округының құрамына кіреді. Солтүстік Кавказ экономикалық аймағының бөлігі болып табылады. Ресей Федерациясының Конституциясына енгізілген өзгерістерге сәйкес 1992 жылы 10 желтоқсанда құрылды. Шешенстандағы соғыс қимылдарынан кейін референдум өткізілді. Онда 2003 жылдың 23 наурызында халық Ресей Федерациясының құрамына кіруді жақтады. 2007 жылдан бастап республика басшысы Рамзан Ахматович Кадыров. Шешен Республикасы Ресей Федерациясының құрамындағы егемен республика. Салыстырмалы түрде кішігірім республика табиғи аймақтардың әртүрлілігімен ерекшеленеді. Солтүстіктен оңтүстікке қарай ландшафт шөлейт далаға ауысады және тауларға жақын, орманды дала. Оңтүстігінде тау ормандары белдеуі басталады. Орманның шекарасынан тыс таулы шалғынды аймаққа ауысады. Ал оңтүстігінде қар сызғынынан жоғары тау жоталары, Нивальды белдеу, шындар мұнда мұздықтар мен мәңгілік қарлар жабылған. Росстаттың айтуынша, республика халқының саны 1,478,726 адамды құрайды. Астанасы Грозный. Мемлекеттік тілдері шешен және орыс. Халықтың басым көпшілігі шешендер, 95%. Сонымен қатар орыстар, құмықтар, аварлар, ноғайлар, ингуштар тұрады. Орыс және орыс тілді тұрғындар 1991-1994 жылдардағы Шешен соғысы кезінде Шешенстан аумағынан кетуге мәжбүр болды. Ал 1994-1996 жылдары Шешенстандағы этникалық тазарту кезінде едәуір бөлігі қайтыс болды. Рамзан Кадыров республиканың көпұлтты қоғамдастығының жандануын республиканың жаңа басшылығының басым міндеттерінің бірі деп атады. Бүгінгі таңда Шешен Республикасында басым дін бұл сүнниттік ислам. Ол аймақтың көптеген халықтарына үлкен рухани, мәдени және саяси әсер етті. Шешендердің ата-бабалары арасында исламның жаппай таралуы 14 ғасырда басталды. Шешен соғыстарының қысқаша тарихы. Шешен соғысы 1-ші 1994-1996, 2-ші 1999-2001. Шешен сепаратистері мен шетелдік жалдамалылардың қарулы құрамаларына қарсы Ресей армиясының кең ауқымды әскери әрекеттері. Шешен соғысы, қысқаша айтқанда, КСРО ыдырағаннан кейін Ресей үшін ең қорқынышты және қатал оқиға болды. Ол туралы пікір әлі де түсініксіз. Тарихшылар мен талдаушылардың бірі биліктің Ичкерия Республикасының аумағына әскер енгізу туралы шешімін қолдайды. Біреу, бұл қиын қақтығыстың алдын алуға және қорқынышты шығындардан аулақ болуға болады дейді. Қалай болғанда да Шешен соғысы туралы қысқаша айтқанда алдымен оның басталу себептерін анықтау керек. Бұл соғыс екі кезеңге бөлінетінін есте ұстаған жөн. Ресей империясы мен Ұлыбритания арасында Қара теңіз бен оның бұғаздарын бақылау үшін бәсекелестік болған кезде Шешенстан проблемасының тамыры 19 ғасырға кетеді. Бұл күресте британдықтар радикалды исламистік әдебиет пен қару-жарақ бере бастаған Кавказ тауларын көрді. Қарақшылар еуропалық баспасөзде бостандық үшін күресушілер ретінде пайда болды. Черкес елшілері Еуропа үкіметтерінде қарсы алынды. 50 жыл бойы солтүстік Кавказда шешендер имам Шамилдің басшылығымен басқа таулы халықтармен бірге орыс армиясымен белсенді күрес жүргізді.
Кавказ соғысы аяқталғаннан кейін және Шамил тұтқындалғаннан кейін Ұлыбритания, Түркия және басқа елдерден сепаратизмді қолдау тоқтап, Кавказда салыстырмалы бейбітшілік орнады. 1917 жылғы қазан төңкерісі жағдайды қайтадан қыздырды. Бірақ, кеңес үкіметі қысқа мерзімде көптеген құрбандарсыз тәртіп орнатты. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Шешенстан халқының бір бөлігі неміс басқыншыларын қолдады. Соғыс уақытындағы заңдарға сәйкес және халықтың ортақ жауапкершілігі қағидасына сәйкес Шешенстандағы ер адамдардың көп бөлігі атылды. 1944 жылы Сталин атысты Қазақстанға сілтеме жасаумен алмастырды. Және бұл шараны шешендер елеулі қарсылықсыз қабылдады. Хрущевтің кезінде бұл репрессиялық шаралар жойылды. Шешендердің жер аударудан оралуы және олардың КСР-ның басқа халықтармен теңдеуі басталды. Сонымен, кейінірек шешендер саясатта, ғылымда, экономикада үлкен биіктерге жете алды. Сепаратистердің болашақ көшбасшысы Джохар Дудаев, генерал, ғалым Хасбулатов Ресей жоғарғы кеңесінің спикері болды. Дегенмен, республика қалатын ең кедей РСФСР болғанына арналған дотация. Өнеркәсіп, мұнай өңдеу, Әзербайжан мен Батыс Сібірден әкелінетін шикізатпен жұмыс істеді. Өз мұнайының өндіру деңгейі төмен болды. КСРО ыдырағаннан кейін 1991 жылдың қыркүйегінде республикада Джохар Дудаев бастаған қарулы төңкеріс болды. Нәтижесінде Шешенстан республикасы Ичкерия пайда болды. Ол бірден РСФСРден тәуелсіздігін жариялады. Бұл оқиға 1991 жылдың 1 қарашасында болды. Дудаев ел аумағында соғыс жағдайын енгізді және Ичкерияның тәуелсіздігі ресми түрде мойындалғанға дейін Кремльмен келіссөз жүргізуден бас тартты. Сондай-ақ, республика күштері оның аумағында Ресей әскерлерінің әскери базаларын басып алды. Республика біртіндеп қылмыстық мемлекетке айналды. 1993 жылы Ичкерияда Дудаев режимін құлатуға тырысқан оппозиция құрылды. 1994 жылы республикада азамат соғысы басталды. Ресей армиясы 1994 жылы 11 желтоқсанда сепаратистерге қарсы соғыс бастады. Республика аумағына әскерлерді енгізу туралы айту дұрыс емес. Өйткені оны өзін-өзі жариялау ешкім мойындаған жоқ және ресми түрде Ресей Федерациясының аумағы болып қала берді. Осылайша, қазіргі Ресей тарихындағы ең жаппай және қатыгез соғыс басталды. Зардап шеккендердің санын бағалау өте қиын, өйткені көздер әртүрлі сандарды береді. Ресми нұсқа бойынша, Ресейден қаза тапқан әскери қызметшілердің саны 4000-нан асады. 1996 жылы 31 тамызда бірінші Шешен соғысы Хасавюрт келісіміне қол қоюмен аяқталды. Бірақ, қақтығыстың аяқталуы ешқандай бейбітшілік пен тыныштық әкелмеді. Адамдарды ұрлау және өлтіру, Ресейдегі террористік шабуылдар әскери қақтығыстың екінші кезеңіне әкелді. Екінші Шешен соғысы 1999 жылы басталып, 2009 жылдың 16 сәуіріне дейін жалғасты. Іс жүзінде оны Ресейдің қарулы күштері 2000 жылға дейін белсенді жүргізді. Содан кейін республикаға бақылау орнатылғаннан кейін жергілікті билік бандылары одан әрі жоюмен айналыса бастады. Екінші Шешен соғысы ресми түрде Ресейдің ФСБ директоры Бортниковтың антитеррористік ұлттық комитеті төрағасының бұйрығымен аяқталды. Оған сәйкес 2009 жылдың 16 сәуірінен бастап республика аумағында 1999 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан терроризмге қарсы операция режимі жойылды. Шешенстанның мемлекеттік кеңесі жариялаған мәліметтерге сәйкес 1991 жылдан 2005 жылға дейін республикада 160 000 адам қайтыс болды. Олардың тек 30-40 мыңы шешендер. Қақтығыс құрбандарының көпшілігі орыстар, дағыстандықтар, ингуштар және басқа халықтарда зардап шекті.